Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушы, профессорлар, қызметкерлер және студенттер, сіздерді бүгінгі Қазақстан Республикасының әр азаматы үшін айтулы мереке тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Көк байрағы желбіреген бүгінгідей айбындыда, абыройлы, беделі мен берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі мен елдігі мәңгі болғай. Әр ұлт, әр халық үшін тәуелсіздіктен артық қасиетті де қымбат еш нәрсе жоқ. Ата-бабамыз ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіз ел болу үшін мәртебесін көтеру бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай. Ата-бабамыз ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіз ел болу мәртебесін көру бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Осы қуанышымыз құтты, бақытымыз баянды болсын. Жаңа ғасырда қайта тілеген, жасарып, түрленген еліміздің тәуелсіздігі тұғырлы болғай. Құрметті қазақ елі, келіп жеткен 16 желтоқсан тәуелсіздік күні құтты болсын. Сіздерге бақ, береке, ырыс, ынтымақ тілеймін. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Туымыз әрқашанда биікте желбіреп, көптеген әлемдік сахналардан көре берейік. Сіздерге бар жақсылықты тіледім. 16 желтоқсан тәуелсіздік мейрамы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздіктің туы тұғырынан таймасын. Әрқашанда еліміз әлем елдерінің арасындағы өзінің шоқтығы биік, мәдениеті зор, экономикасы жоғары, аса ірі елдерге айнала берсін. Тәуелсіздік мерекесімен тағы да құттықтаймын. Сіздерді республикамыздың әр азаматы үшін айтулы тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Еліміздің жалынды жастары бастарын бәйгеге тігіп, бодандық құрсауынан шығуға ұмтылған қыршын ерліктері бүгінгі тәуелсіз еліміздің жарқын істерімен жалғасын табуда. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні сіздерге игілік пен бақыт, бақ дәулет, ырыс тілеймін. Қазақстанның тұрақты дамуы мен кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын. Құрметті қазақ елі, баршаңызды ұлы дала елінің ұлық мерекесі тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Биыл еліміз үшін аса маңызды жыл болды. Ұлы Абай Құнанбайұлының 170 жылдық мерейтойымен, Әбу-Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын кең көлемде аталып өтті. Бұл күн ата-бабамыз аңсаған арманның жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Осындай маңызы бар тарихи думанда еліміздің туы асқақтап, келешегі көркейе берсін. Рухы биік, өресі асқақ ұрпағымыз көп болсын.